Сәлеметсіздер ме YouTube каналымның көрермендері? Бүгін сіздерге мұғалімдер күніне арналған растяжкиді қалай жасау керек екенін көрсетемін. Бұл арнайы программаны қажет етпейді, кәдімгі өзіміздің қолданып жүрген PowerPoint программасымен жасауға да болады. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Компьютерімізден PowerPoint программасын ашып аламыз. Жұмысты бастамас бұрын слайдтың форматын таңдап алуымыз керек. Ол үшін дизайнға кіріп, размер слайданы таңдаймыз. Оның ішінде стандартный. Өзімізге керекті растяжкиді вставка бөлімінен рисунки деген жерден аламыз. Экранға дұрыс тұру үшін реттеп қойып аламыз. Өзімізге керекті тақырыпты вставка бөліміндегі Word Art арқылы жазамыз. Өзіміздің қалауымызша әртүрлі түстерге бояуға болады. Өзіміздің қалауымызша шрифтті үлкейтуге болады. Келесі әріпке көшу үшін алдыңғы әріпті көшіріп аламыз. Копировайтты басып, вставкамен екінші бетке қоямыз. Осы бірінші слайдты біздер копировать етіп аламыз. Одан кейін вставить етіп, бірнешеуін жасап аламыз. Өзімізге керекті әріптерді жасап болғаннан кейін сохранить етеміз. Сохранить еткен кезде өзімізге керекті папканы таңдап аламыз. Документтің атауын жазып қоямыз. Және де файл түрін таңдаған кезінде міндетті түрде JPEG-ті таңдаңыздар. Өйткені сіздердің сақтаған документтеріңіз сурет түрінде сақталатын болады, және де шығарған кезінде де өте ыңғайлы.
сіздерге растяжкалардың шаблонын видеоның астындағы описание бөлімінде қалдыратын боламын. Менің каналыма лайк басып, комментарий жазып, подписаться етіп кетуді ұмытпаңыздар.